Саламатсыздар ма баршаңызға. Мен нөмір 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледжінің дене тәрбиесі пәні бойынша оқытушысымын. Аты жөнім Қожахан Жандос Мұханұлы. Сіздермен онлайн практикалық сабағымды бөліспекшімін. Саламатсыздар, құрметті білім алушылар. Дене тәрбиесі сабағы бойынша сабағымызды бастаймыз. Өткен тақырып бойынша сіздермен бірінші үй тапсырмасы бойынша пысықтап өтейік. Өткен үй тапсырмасы бойынша сіздермен қол добын өткен болатынбыз. Кім үй тапсырмасын орындады? Қазір айтсаңыздар болады. Сәлеметсіздер ме, Жандос аға, Бекжан ағай. Қол добы. Қол добы ол спорттық ойын болып саналады, және де қол добының негізгі мақсаты, ойынның мақсаты ол қарсылас допқа көп доп лақтыру болып келеді, және де қол добы деп аталғандықтан ол қолмен ойналатын ойын болып келеді. Және де ода 7 ойыншы ойнайды. Қол добын Германияда 1898 жылы Холберг Нильсен деген дене пәнінің Негізінен қол добы ойынында допты берудің 4 тәсілі бар. Біріншісі допты үстінен беру, екіншісі допты астынан беру, үшіншісі допты секіру арқылы беру, және ең соңғысы, төртіншісі допты алдау арқылы артқы жағынан беру. Үй тапсырмасы бойынша салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында әдеттегідей таңғы жаттығу жасап жүрген білім алушылар бар. Солардың қазір видеосын көріп алсақ. Жақсы, Айзат, керемет. Осындай үнемі жаттығулар жасап жүруіміз керек. Ол өте денсаулыққа пайдалы, әсіресе таңғы жаттығулар. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз сіздермен қол добы және оның қақпашының ойын әрекеттері. Допсыз алдыға қолды айландырамыз, артқа қолды айландырамыз. Артқа, алдыға айландырамыз қолды. Қолды айландырамыз, оңға солға елеміз. Оңға солға елеміз. Тұрамыз, бір аяқпен отырамыз. Бір аяқпен тұрамыз, бір аяқпен отырамыз. Бір аяқпен отырамыз, бір аяқпен отырамыз. Оңға солға. Айландырамыз. Қолды айландырамыз. Қолды айландырамыз. Көптеген қол добында осындай спорт ойындарға қатысты, командалық ойындарға қатысты көптеген материалдар бар. Қазір соның біреуін көріп алсақ, қараңыздар. Байқасаңыздар, осы жерде әдіс-тәсілдер жақсы көрсетеді. Мына жерде бірінші жаттығу түрлері, қақпашыға арналған иық, қол, буындары, бұлшықеттері, иық бұлшықеттері, кеудеге арналған, мойын бұлшықеттеріне арналған жаттығулар, бел буындарына арналған жаттығулар, көптеген жаттығулар істеп жатыр. Қараңыздар, осының барлығын біз істеуіміз керек. Одан кейін жаттығу үстінде, одан кейін қақпашыға қандай деңгейде қақпашының әрекеттері, жаңағыдай көрсетіп жатқандай қақпаның түзу бойымен емес, керісінше шеңбер бойымен қозғалуы керек екен. Қақпашы, яғни доға тәріздес сондай сызық бойымен жүріп отыру керек. Аяқтары алшақ емес, керісінше жақын. Аяқтары арасы жақын болу керек. По дуге. Всегда мяч. Ты немножко неправильно делал. Осындай әдіс-тәсілдерді меңгереміз, жаттығу жасаймыз. Тағы да сілтемелерін мен бердім. YouTube желісінде сілтемелерін беремін қазір.
Кітапхана сайтынан негізгі әдебиеттерді тізімін бердім. Сол жерден қараймыз, кітаптарды оқимыз, оқу құралдарын қараймыз, әдістемелік құралдардың барлығын қараймыз. Үй тапсырмасы бойынша түсінікті болса, сабағымызды аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар. Үй жұмысы түсінікті ағай, сау болыңыз.